Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ерекше шырша пішінді Анна Павлова десертінің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен белогымызға тұзбен шым-шым лимон қышқылын салып, көпіршітіп миксерлеп аламыз. Содан кейін аз-аздан сахарный пудрамызды сала отырып, миксердің ең төменгі жылдамдығында миксерлейміз. Сахарный пудраның барлығын салып болғаннан кейін миксердің ең жоғарғы жылдамдығында миксерлейміз. Меренгаға миксердің ізі қалғаннан кейін миксерлеуді тоқтатамыз. Меренганың дайын болғанын осылай білуге болады, яғни қатты болып формасын ұстап тұруы керек. Содан кейін кукурузный крахмалымызды салып, миксердің ең төменгі жылдамдығында араластырып аламыз. Кондитерский мешокқа 57 номерлі насадкамызды салып, меренгамызды құйып шығамыз. Содан кейін пергаменттерімізді 18, 15, 12, 9, 6 және де 3 қылып дөңгелек етіп сызып дайындап аламыз. Мінекей мен осындай 57 номерлі насадканы пайдаландым. Ендігі кезекте меренгаларымызды жайғастырып шығамыз. Барлығын дайындап болғаннан кейін 100 градус қызған пеште 2,5-3 сағат кептіреміз. Меренгамыздың піскенін қалай білуге болады? Біріншіден, піскеннен кейін меренгамыздың сырты қатты болып тұрады, және де пергаменттен оңай алынатын болады. Егерде меренгамыздың түбі былжырап су болып тұрса, ол дұрыс піспеген болып есептелінеді. Ендігі кезекте начинкасын дайындауға кірісеміз. Малина пюресіне сахарный пудра мен кукурузный крахмалымызды салып, 3-4 минутқа отқа қойып араластырып аламыз. Кремімізді дайындауға кірісеміз. Творожный сырымызға сахарный пудра мен ванильный сахарды салып, миксерлейміз. Сливкемізді бөлек ыдысқа формасын ұстағанша миксерлейміз. Сливкеміз дайын болғаннан кейін творожный массамыздың үстінен салып, екі массаны біріктіріп, миксердің ең төменгі жылдамдығында араластырып аламыз. Қатты шайқап, кремімізді басып алмауымыз керек. Крем мен начинканы кондитерский мешокқа салып, дайындап қоямыз. Ендігі кезекте тортымызды жинауға кірісеміз. Безенің астына азғандай крем жағып, беземізді қоямыз. Содан кейін кремімізді 57 номерлі насадкамен құйып шығамыз. Начинкамызды саламыз. Тортымыз әдемі көріну үшін начинкамызды осылай жиегіне шығара отырып салып шығыңыздар. Барлығын рет-ретмен осылай жинап шығамыз. Мен тортты замороженный малинамен әсемдедім және де сахарный пудра септім. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.